взаимоотношения дұрыс қалыстырмасаң, ертең сенде жаңағы 40-тан кейін сезім пайда болады, жаңағы түйсік деген сияқты, жаңағы іштей бір ана сезімдер пайда болады. Сен әйеліңе кетші бар деген кезде сенде инфаркт, инсульт ұстап қалады да. Өткенше мәссаған мен пахать еттім, жұмыс жасадым, мен мыналар үшін өмір сүрдім деген кезде, ана сен бетіңе былш еткен кезде жүрегіңе тық ете ұстап қалады. Сонымен жаңағы оң жағың немесе сол жағың істемей қалады, жағың істемей қалады. Это все не просто так, тело не врет, жігіттер. Поэтому әйелді тыңдау это западло емес. Енді әрине әртүрлі әйелдер бар, сен қазір қалай мен тыңдаймын, әйелім андай, мұндай деп. Егер сенің әйелің саған дұрыс зат айтатын болса, мысалы үй алайық, квартира алайық, балаларын жаңағы аяққа тұрғызайық, анаған шығайық, мынаны шығайық, бизнес ашайық, өсейік, дамиық десе, ол дұрыс негізі. Өйткені нормальный әйел сөйтіп айтады. А ненормальный әйел, енді әртүрлі әйелдер бар, жаңағы қарсы қоятын, анасына қарсы қоятын. Енді еркектер, видите, анасымен қарсы ондай тонкий тема даке, бірақ сен дипломат болу керексің да. Сен мамаңа, мама бәрі жақсы, бәрі нормальный, короче, әйеліңе ничего страшного, ол да бұл үлкен кісі, ол ана эстердің понятиесі, бүйтіп разрулить ету керексің. Егер сен осыны разрулить ете алмасаң, тоже ажырасуға алып келеді әке. Сен дипломатсың, сен кәсіпкерсің, сен имамсың, короче, сен коучсың, сен психологсың, сен бәрі болу керексің да. Өйткені сол отбасының айтқан кезде отын сақтап қалу үшін. Шешіп тұруың керек қой вопростың бәрін. Қазір әйеліңе берсең рульді, сен мамаң жағынан жаңағыдай бір подколочник болып кетесің да, ал мамаңа көшсең, сен бір мамсик сақылып кетесің да.